Халқымыздың мынау киелі географиясының ең бір белді өзекті орын алатын жерлерінің бірі бұл қазіргі Жамбыл облысының аумағы. Жамбыл облысының аумағы бұл Шу мен Таластың, Қаратау мен Іле Алатауының жоталарының аумағында Бетпадалаға дейін созылған үлкен бір аумақты аймақ. Мұнда екі ірі өзеннің ортасын алады. Бұл Шу өзені мен Талас өзені. Қазақстанның киелі жерлерінің бірі. Қазақстан жеріндегі ең бір карьер таулардың бірі мына Қаратау мен жоталарымен батысында, шығысында Іле Алатауына дейін созылған аймақта бірнеше киелі орындар бар. Мұның көпшілігі қалай деп айтылады? Мұның өзі әр ғасырда әрқалай деп айтылған. Мысалы, анау Қазақстан жеріндегі алғашқы тас ғасырының тұратын тұрақтары осы мынау Қаратаудан табылып отыр. Бұл да осы қазіргі Жамбыл облысының аумағында. Одан кейінгі мынау қола дәуірінің ескерткіштері. Қола дәуіріндегі тасқа жазылған жазулар, ол Теріс пен Қарасай сайларында. Ол мынау Шыбынды мен Талдысудың, Шалсудың, Қарақыстақтың, Меркінің аумағында. Міне осылардың бәрі біздің облысымыздағы өте бір санатты киелі жерлерге айналған. Темір дәуірінде болмаса біздің заманымызға дейінгі 8 ғасырдан бастап осы аймақта сақ тайпалары тұрып өмір сүрген. Олардың бірнеше бір ескерткіштері бар. Оның ішіндегі Қазақстандағы ең бір ауқымды, ең бір үлкен сол кездегі обалары, тұрақтары қалған қазіргі Билікөл маңындағы Берік Қара қорымы. Қазір ол жерде 500-ге жуық сақтың қорғандары сақталып отыр. Бұл қазақ жерінің ең бір киелі, мынау халқымыздың қасиетті жерінің бірі. Сонымен қатар осындай Жамбыл облысының аумағында Жетітөбе деген сақ қорғандарының орындары бар. Бұлардың бәрі жалпы біздің халқымызда, біздің ата-бабамызда 7 деген киелі сан, 7 деген киелі жер. Міне сондықтан қазақ мұнда әлі күнге дейін біздің өзіміз осы 7 санын киелі жасаймыз. Міне киелілік қайдан басталды? Міне осыдан басталды. Мына біз тұрған жерде де қазіргі мынау бұрын біз Базарбай жотасы деп айтатынбыз. Осы жотада тағы да Жетітөбенің орны бар. Міне осыдан кейінгі қандай бір мемлекеттер болды. Бұл жерде жалпы Жамбыл облысы бұл Үйсін мемлекеті мен Қаңлы мемлекетінің шекарасында орналасқан. Бұнысы толығымен Үйсін мемлекетінің шекарасында қалып қойған. Сондықтан қазіргі кездегі мынау 1936 жылдан бері қазылған үйсіндердің орындары, бұлар да қазақтың киелі жерлерінің бірі. Қазіргі мынау Тұрар Рысқұлов ауданында, қазіргі Меркі ауданында, одан кейін мынау Жуалы ауданында, одан кейін мынау Сарысу ауданында бірнеше тұрақтардың орны бар. Міне орта ғасырларда бұл гүлденген аймақ болды. Небір киелі орындар салынды. Оның бірі атақты Тараз қаласы. Одан кейінгі жаңа қазіргі кезде белгілі Оққұм қаласы. Одан кейінгі Жамұқат қаласы, Жувикат қаласы, Қаракемер қаласы. Бұл жерде қазір 80-ге жуық орта ғасырлық қалалар бар. Ертеңгі жұп бар. Оның ішіндегі мынау түрік мемлекеттерінің бірінші орталығы болған Тараз қаласы, Түргеш мемлекетінің саяси астанасы болған бұл Құлан қаласы, Түргеш мемлекетінің мынау
киелі астанасы болған, болмаса мынау идеологиялық жағынан неғылған, түркі мемлекетінің тұрағы болған, сол жерде мынау түріктердің қасиетті орны болған бұл Меркі қаласы. Мынау әлі күнге дейін Жамбыл облысының территориясында 10 шақты қала бар. Сол кездегі атаумен аталып қалған. Соның бірі мынау Аспара қалашығы, оның бірі мынау Құлан қаласы, оның бірі Меркі қаласы, одан кейін мынау Ақыртас кесенесі. Бұның бәрін қарап отырсаңдар, сол кездегі халықтың жадында сақталып, міне 1300 жылдан уақыт бойы киелі жер саналып келе жатыр. Мынау уақыт өзі 14 ғасырдың аяғымен 15 ғасырда қазақ халқы пайда болды. Қазақ халқы сол кезде қазақ деген атқа ие болды. Қазақ халқы өзінің автохтонды жерінде тұрған халық. Міне сол халық қазақ деген атқа ие болып 1465 жылы қазақ хандығы құрылды. Осы қазақ хандығының киелі, қасиетті, қадірлі жері осы Жамбыл облысының Шу бойындағы Хантауда орын тепті. Сонымен қатар қазақ хандығының мынау шекарасының ауқымының кеңеюі, қазақ хандарының Алпауыт хандарының бірі, Әз Жәнібектің баласы Қасым хан 1513-1514 жылы Меркі ауданына қатысты қазір Аспара қаласында бір жылда хандық болып, соны астанаға айландырған. Міне Тараз аумағында сол жерде қалған қазіргі кездегі ескерткіштер, одан кейінгі мынау халықтың біздің отаршылыққа қарсы күресіндегі, оның ішіндегі Байзақ батыр, Сыпатай, басқа да батырларымыз қазіргі кезде халықтың жатқан жерлерде, олардың істеген ерлік еңбектері де киелілікке айланып, қастерлікке айланып, халқымыздың жадында күннен күнге болашаққа қалып отыр. Мұнда киелі география деген не? Бұл жалпы ұлттың болмысы, ұлттың рухани болашағы. Біз міне осы орындарды келешекке жеткізе отырып, халқымыздың рухани ұлттығының байуын, рухани ұлттығының көркеюіне, оның көбеюіне септігіміз тигіземіз.